Halkımızdan asıgıp arman eday. Berekeli Kazak jeri el berekeli. Destürlerin joğaltpağan Kazağımның bol ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсо кесірсінде той. Ай, шіркін ай, Құда түсіп сырға салу бет ашармай. Алды бақан аясында сұлу бойжеткен. Қыз боз бала кең даланы әнімен етіп тербеткен. Қадірлі қазақ елі, енді Алла қаласа бүгінгі жақсы бір кішкентай шілдеханамызды тойымызды бастайық. Енді қазақ әрқашанда батамен бәріп батамен аяқтаған, әрдіздірғанды бейсімелесісін бастамаған өздеріңіз білесіздер. Ондай болса, ендімді атамызбен, ағамызбен Қайрат құдамыз ортаға шақырайық. Сол кісілердің бір ізгілі әдемі бата болсын. Келе қойыңыздар. Осы тойды ашып беріңіздер, сол тойды бастайық. Еркінтай ағамыз бен Қайрат ағамызды шақырайық. Алланың құлы Мұхаммедтің үмбеті, бүгін кішкентай перішеміздің аты да өте ұлы адамның аты екен, Дін Мұхаммед деген. Соған бір бата беріп, бір тойды ашып берсеңіздер, мінекейіңіз. Ассалаумағалейкум. Тойға келген барлық туыстар, жекжат жұраттар, той құтты болсын. Біржасан бауырым бүгін енді балаларының тойын осы барша жұрттарды шақырып отыр екен. Қуаныштамыз. Той-тойға жалғасын, той кегін алмасын. Алында Құдай қолдасын, күні қолдасан. Жайған дастарханы тек қана жақсылық болсын. Мына Жасанның отбасында тек қана жақсылық болсын. Қасеннің отбасында тек қана жақсылық болсын. Дастархан тек қана жақсылыққа жайсын. Бүлдіршіні үлкен азамат болсын. Аман есен ержетсін, ауыр сырқауын аман есен. Аллах акбар, амин. Көп өзіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар, құрметті көпшілік, құдалар. Тойға жиылған қауым. Мынау тойымыз құтты болсын. Мынау қасиетті есімді қойған, мынау күйеуге айналайын жан дүниені Алла тағала салған екен. Бұл ұлы іс, ұлы тірлік, бұл Дін Мұхаммед есімін қою. Алла тағала бұл Дін ғұламалар айтқан екен. Дін Мұхаммед қойылған шаңырақтағы сәби егер Дін Мұхаммед қойылса, Дін ғұламалар айтқан екен, ескертіп, сол шаңырақта Алланың берекесі мен мерекесі жаңбырдың жауынындай көп болып жауылады деген екен. Алла тағала осы сіздердің Мұхаммед есіміне лайықты енді іс жасап, сол шаңырақта үлкен бір жаңағыдай діни істер жүріп, осы нәрестерінің қойылған атына лайықты іс болсын деп ойлаймыз. Иншалла соған тілектеспіз. Алла тағала Дін Мұхаммед баламыздың өмір жасы ұзақ болып, осында отырып, Аллахан жайып отқан үлкен кісілердің жасын берсін. Алла тағала Дін Мұхаммед баламызға екі дүниенің бақыты мен екі дүниенің қайырын қосып берген болсын. Алла тағала осы жақсылардың үлкен кісілердің жолын беріп, Дін Мұхаммед ұлымыз Құдай қаласа елдің ұлы болсын, көптің ұлы болсын. Жаратқан ерім жар болып, екі дүниенің жақсылығын берген болсын. Аллаху акбар. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын. Рахмет. Патша баламызды ата-анасымен ортаға бір шақырып, сіздерден бір жақсы бір қолдау болсын, қошемет болсын, қазақ елінде осындай әрқашанда той болсын, соған бір қошеметті қойыңыздар. Дін Мұхаммедтен ата-анасы бір аяқ берсін ортаға, бір қошеметті қояйық. Ал бәрекелді. Жастар болса орнынан тұрып, құрмет көрсетіп, кішкентай сәбиге бір қошеметті қойыңыздар. Міне, Қасенде әкесімен. Ал бәрекелді қазақ елі, бір қошеметті жастар қояйық. Той құтты болсын.
Рахмет. Рахмет. Ал енді қазір бауырым ұрпағыңмен мың жаса. Жақсы. Енді кішкентай сәуімізге жалпы дастарханға Нұрша апамыздан баталайық. Нұрша апамыз қай жерде отыр екен? Болмасын. Басына амандық, деніне саулық берсін, шілдақананың бауы беріп, жазсақ болсын. Алла рызқысы мол берсін, бақытты болсын, тәлейлі болсын. Өз ғұрысына алды болсын, шілдақананың бауы беріп болсын. Барлық осы тойға келген көпшіліктер, құда жүраттар, бала шағалар, келін-кешектер, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, дендеріңе саулық, рызқы несібе осы дастархандағы болғандай көп болсын. Амин. Аллаху акбар. Амин. Аллаху акбар. Апаларымыз, аталарымыз батасын беріп жатыр. Батаменен ел көреді. Батаменен жаңбырмен жер көреді дейді. Тойымыз құтты болсын. Енді құрметті ағайын, мына менің өмірдегі өнердегі досым, бауырым, өздерінің жерлестеріңіз шырайлы Шымкенттің Сарыағаштың азаматы, талай қыздың арманы бір сұлу әйелдің жан-жары, ұлт жанашыры, тіл майданы, халық қалауы, Қазақстанның жалауы, елімдегі жерін жүрген азаматтың бірі Ғазиз ұлдарыңыздан жақсы бір ән болсын ағайын. Ауыздарыңыз әнде, құлақтарыңыз әнде болсын. Шырқап отырайық ағайын, бәрекелді. Аты қойған екен, Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін, егіннен жақсылығын нәсіп етсін. Бөрікті аспанғатып аттан салып, жігіттер мақтанбалық, қашаннан қазақ деген сыр мінезді, мақтансыз, мақтаусызда жатқан халық, сабырмен сабақ алып дәуірлерден, сабырын сар алтыннан тәуір көрген, қазаққа мақтансын деп жер бермеген, жерінің кендігіндей сабыр берген, иықтасып тұрсын деп елдерменен, қазаққа молшылықты кем бермеген, алайда ата қазақ мақтануды әлімсақтан бер қарай жөн көрмеген. Дәулет жалға барысы аққанында, қағасы бар қазағым мақтануға, дарақы боп қазағым кетпесін деп, сабыры тұр күзетіп арт жағында. Алатаудың мұзбалағы Мұқағали Мақатаев, қазақтың ақиық ақын бабамыздың сөзімен бастайық. Бүгінгі күндеріңіз сәтті, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Аман болыңыздар.
Тағайын Алматы қаласы Прайм сауда белгісі Барахолка бутик алдында базары, Аламан чай сауда белгісі қолдап, Раиль Патруль сапарақшысы қолдап, құрметті қазақ елі, біз сіздерді ортаға Хасеннің туыстарын атын атамай, түсін түстемей, ортаға билеп, келсіндеп шақырамыз. Хасеннің туысқандар, құрметті ағайын, әулеттің үлкендері, келе қойыңдар. Аллаға шүкір, Хасен бауырдың туысқандары Аллаға шүкір, бәйтеректей бәбөл екен. Осылай тұрайық, құрметті ағайын. Үлкеніміз кім екен, содан бастайық. Ата өзімізден ба? Келе қойыңыз атам. Ағатайын, келе қойыңыз. Асықпай, келе. Құрметті, мына 40 жылға келген той қауым келген қадамдарыңызға мұнда бір рахмет. Міне қуаныш жасына жетейін қарсы дүниеге келіп міне Қазақстанның бір келешекте болашақта жақсы бір азаматы болу үшін міне қуанып барлығы халқымыз келіп отыр. Көп рахмет. Немерелеріміздің жасылық болсын, ақсақал сарсын, өз ғұрлығының алды болсын деп тілек білдіремін. Ассалаумағалейкум тойсын қауым. Бүгін немерелеріміздің тек тойына келген қадамдарымызға нұр жаусын. Мен немеремін бұдан кейін өмірінің бақытты күндердің көңілді болуын үміт етемін. Ату айта қойыңыз. Құрметті құда жұрақтар, бауыр туыстар, келін кешектер, қыздар, келген қадамдарына нұр жаусын. Осы кішкене немеренің бауы беріп жассақ болсын, аспалы азамат болсын, жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Жастарыңызға қарап, сөйлеңіз. Ике қарап. Ассалаумағалейкум, тойға келген барлық аса құрметті туысқандар, бауырлар, құда жират. Барлықтарыңызға көп рахмет, үлкен рахмет. Той құтты болсын. Амин. Тойға ұластын. Ауылымызда күнігі осындай той болсын деп тілеймін. Мына кішкене баланың қауы берік, жасы ұзақ болсын. Өзінің атамекеніне, еліне, елеулі еңбек сіңіретін ақтап азамат болсын деп тілейміз. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға қуаныш, той мереке аман болсын деп тілейміз. Рахмет бар. Ал онда барша тойша той келген қауымдар, мына Хасен бауырымыздың бүгінгі отбасында жақсылық болып жатыр екен. Кішкене нәресте дүниеге келген. Міне 40 жылдан бері барша туыстардың бәрін жиып, құда жырақты жиып, думандатып отырмыз. Той құтты болсын. Той тек қана осындай жақсылыққа жайылсын дастархандары. Енді кішкене нәрестеге тілейтініміз ауырмай сырқамай, аман есен ер жетіп, елімізге елеулі үлкен азамат болсын, бізге қуаныш әкелсін, жекжат жұртқа, туыстарға тек қана осындай жақсылық әкелсін бізге. Амин. Рахмет сіздерге.
айтып айтсаңыз. Siz söylüyorsunuz, siz söyleyin. Алғысқа сеніп, және жатып жатқан тойлардың құтты болсын, дендерің сау болсын, кішкентайымыздың бауырын болсын, ақ азамат болсын. Бар жақсылық тілеймін отбасыларына. Өздерге сендірдің кейбір туыстардың барлығы бірі біліп, бірі білмей жатыр енді. Өздері алтына келді, отбасы құрылып осындай. Жоқлар үйленгенде бәрі ауру жағдай болды кішкене көрмейді. Сол үшін бар жақсылық тілеймін өмірде. Аман болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Енді мен мына өзім бір тойдан келе тұрайын, әлгі кішкене кешірім сұрайын. Одан ана төбелестің ортасына келген кім тұрарын білмей қалады ғой. Негізі бір танысып алайық. Таныстырып қойсақ. Сіз бастайсыз ба? Мен танысып қойайын. Сөйте қойыңыз көке. Бір кім екенін түсініп алайықшы. Кім тамада, кім құда өзі түсініп алайықшы. Мен алдымен бір тілек айтып кетейін сіздерге. Содан кейін таныстырайын. Құрметті тойшыл қауым, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгін мына кішкене немереміздің тойы болып жатыр. Жасы ұзақ болсын, бақытты болсын, батыр болсын. Айтпақшы, батыр болсын дегендей, біздің осы руымыз негізден Қаракерей болады. Қаракерейдің ішінде Баймұрат деген батырдың ұрпағы болады. Баламыз сол бабасына тартқан батыр болсын, атына заты сай патша болсын, жасы ұзақ болсын. Енді осы жаққа келіп жатқан ел жұрттарымыз міне өзі алдымыз келіп, артымыз сол ел жақта жиналып отырмыз. Әсіресе мына құда жақтарға рахмет сіздерге. Осындай бізге бала беріп, басымызда екеу қылып, сіздерге мың рахмет. Сіздердің отбасыларыңызда осындай той болсын күніге. Жақсылық бола берсін. Енді мен мына кісілерді таныстырып қояйын. Мына кісі осы біздің сол жақтан келген туыстардың ішіндегі ең үлкен әжеміз. Аты Нұрша деген кісі, бәрі ағайынды кісілердің баласы, сол кісінің үлкен ұлы мына кісі, Өненгейін кісі, мен Өненгейін кісі, ана Әділ деген мына кісі Еркінтай. Екінші ағамыз Әбдірахман деген ағамыз мына кісі. Бұл кісі сол жаңа кісілер мына аталас кісінің бәріміз бір ауыл негізі. Мына кісі жолдасы. Мына кісі аты Дәуіт деген кісі. Анау көккөйлек киген әдемі кісінің жолдасы. Мына кісінің аты Иманғалы. Жездеміз жаңа Қасенұрдың апайы міне Рамина құдашаларымыз. Ар жағында отырған, жаңағы айтып отырған Қалбанбай деген батырдың ең кенже қызы. Жолдасы қорқып келмеген шайдағы. Мына бала да міне қарындасымыз жаңа бір әкеден. Бастағымыз таныстырады. Жұмағалы жаңа мына ағамыздың баласы. Мына кісі Қызылкөйлектен кісі жаңа мына ағамыздың жолдасы. Артында Әлек деген, Әділет деген. Өзін көрсетман қалды. Жиен бізге жаңа. Көрдіңіздер ғой, батырға қақтың денесі, бізге тапқанылған. Болмаса батырдың ұрпақ. Батырлық жүректе болды, дұрыс. Білекте емес ол. Жүректі жүр. Жүректе ғой. Енді мына аттарыңызда отырған тақиялы кісі осы жақында Қытай жақтан келді, самолетпен келді. Бала шағасы жолдасының бәрі осы жақта болады. Бұл сол жақта ұзын жыл сол мешіттің имамы болған, сол жағдай байланыстарыменен осы жақындардың өзінің еліне оралды. Бүгін міне бір дастарханда бірге отыр. Рахмет бұл кісіге. Сөйлеп болдыңыздар ма жалпы? Мен ана Керей дегенде қуанып қалдым. Мен де негізі үш адамның баласымын ғой. Өзім Абақ Кереймін. Өз адам Зуқа, нағашы адам Оспан Қара Оспанды бәріңіз білесіздер. Қайын адам Қабанбай ғой. Сол мақтанайын деп енді айтайын деп, Аллаға шүкір. Тәуба. Сондықтан енді Апатай, Алла разы болсын. Сол жақтан келіп, сол жақта тойда болғам мен. Сол жақта тойда болдым. Алла разы болсын. Қазақ айтады.
Өзенді өзен келіп ағыстырар, жолдарды жолдар келіп тоғыстырар. Ата-анаңның барында қадірін біл, сенің де кезің келер таяқ ұстар. Қазақтың иманы бар ұл қыздары, ата-анасы мәпелеп аяқ ұстар. Төне құсын төрт білген көзілмейді, жақсылығын қаламыз сезінбейді. Құрсағында көтерген анамыздың, көтер алмай қаламыз сөзінбейді дейді. Мына қатыгез заманда біз анамыздың сұңғасын емес, сөзін көтер алмай жүрміз. Аман болыңыз. Алла разы болсын. Аталарым аман болсын, ататай. Бір ақыр айтады дейді. Әкеге қатты сөйлеп қылмағына, абай бол артық кетпек тіл жағыңа. Ибрахим пайғамбарда өз әкешін деп шақырған дін жолына дейді. Аман болыңыздар. Алла разы болсын. Енді Шымкенттен жан-жақтан келіпсіздер. Мақтаның отаны, өнердің отаны. Ана музыканттар Шымкенттікі Саяда Сарағашты өзін байқаусын пысық балап маған ақыл айтып, мен киіндіріп, шашымды бәрін алдырып сол жігіт. Енді бір билеп берсін деп отырды, осы бола ма? Бесплатно біздің артымыздан. Ал бәрекет, той құтты болсын. Бір суретке түсіп алыңыздар, ертең моншаға сөзсіздер. Ал той құтты болсын. Жақсылап суретке түсіп алайық, құрметті ағайын. Бүгінгі ертеңгі тарих. Одан кейін жақсылап тұрып билейік, құрметті ағайындар. Балдыреке жақсылап билейік, келгей. Жақсылап қазақ елі. Кетем деп алдайсың, жетем деп алдайсың, сүйгенде сен де нанбайсың, ей қоңырат қыз қандайсың. Кетем деп алдайсың, жетем деп алдайсың, сүйгенде сен де нанбайсың, қыз қандайсың. Кәреге жақсылап билейік, ағалар, апелер, жеңгелер, кәреге жақсылап билейіңіздер. Қосап отырайық, құрметті ағайындар. Көтеріп отырайық, қазағымызды бір-бірімізді көтерейік. Ай, тамаша бірекей. Қабылбай атамыздан қыздар бірекей, көрсеттің өзін көбесін. Қызлы көлемі мені өлтірді бұл кісі. Нағыз қабанбай адамның қыз екен, мен қайат білмейген. Рахмет. Ал енді құрметті қазақ үлкен асымыз дайын болар екен. Қойдың басы Құданың асы деген. Сіздерге бұйырған осы бір аста, бізге бұйырған осы бір асқа Аллаға мыңда бір шүкір. Ортаға үлкен асымыз шақырайық ағайын. Қайрат Құдадан басқа бата сұрайық. Енді не
ақшасын деп атасын беріңіз. Әмин. Әмин. Құрметті қазақтар, құрметті жамағат ұстатайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Ас бергенге бас берсін, Құдай қаласа шаңырақтарында жақсылық болып, осы елде Құдай қаласа кілем той бола берсін. Дінмұхамедұлымыз ел тыңыл болып, өмір жасы ұзақ болып, екі дүниенің бақытын берсін. Амин. Аллаху акбар. Амин. Ал енді құрметті қазақ елі, ақтарыңыз әнді болсын, біз сіздерді мазаламаймыз, жақсылап тамақтанып алыңыздар. Елме жерме Алла тағала береке берсін. Кәпір болып бір беті, өзгеріп кетті бүгінде қазағымның келбеті. Қайда кетіп барасың, Мұхаммедтің үмбеті, орындалмай жатыр ғой пайғамбардың сүннеті. Қайда кеткен халқымның Құранға деген құрметі, жұртыма менің жұқпасын көпірліктің індеті. Мойын сұну Алланы, мұсылманның міндеті, мұсылманды түбінде мойындайды желбеті. Өмірді беретін Алла, өлімді беретін Алла, менде жаратқан Алла, сізді де жаратқан Алла, ойымнан жарған сөз емес, осылай жазылған Құранда. Мұқағали, абайлар сүйінбайға, мына халқым соларға сүйінбай ма? Алла деп аман есен жүрсең қалғым, Тоқаевтың берген 42.500 теңгесі барша қазағыма бұйырмай ма? Рахмет. Ас қадірін білерсің ашыққанда, дос қадірін дұшпаның жастыққанда, махаббаттың қадірін аңсап барып, шаршап барып түсінер ғашықтарда, ел қадірін есіңнен жаңылғанда, жел қадірін білерсің сағынғанда, өлі балық жолығар өлмегенге, бұлақ суы бал тәте чөлдегенде, әр адамның қадірін түсінерміз аулағырақ апарып жерлегенде. Бүгін осындай той болмайтын еді ғой, Дінмұхамед Қонаевтай баламыздың тойына Алаштың азаматтары келмегенде. Рахмет. Қазақ елі қойдың басы құданың асы деген, біз енді қыз берген, қыз алған құдаларды асабаның алаңына атын атамай түсіністемей, біз барша құдаларды билеп келсін деп ортаға шақырамыз. Келе қойыңыздар құрметті құдалар. Дінмұхамедтің нағашылары, келе қойыңыздар. Иіліп шығар. Жегелерім берекелі, әткелерім, япырай, оқымай. Бай, жүрген, өтесін алдырсына. Айтай!
рахмет. Ой, көре жаман би болды. 2021-де хит болды. Майкл Джексон марқа бір ойнап қойған шығар. Сұмдық би болды ма? Көйлектеріңіз өзі тамаша керемет алып жүр жейді. Керемет. Рахмет. Құрметті көпшілік, тоға жиналған қауым. Сіздермен осында жүздесіп, дәрмес болып отырған үшін үлкен қуаныштымыз. Мынау алпауыттай Қытай елінен туған жерге ат басып болған бауырларымыз, қадамдарымыз құтты болсын. Естіп жатырмыз, қуаныштымыз. Біздің Ақбаба мен Хасен бас қосқалы мына ертегі індетке байланысты көп қарым-қатынас болды деп айтар тоқтап тұрды ғой енді. Қуаныштымыз жаным, қуанышым ұзағынан болсын. Хасен айналайын, сені көргенімізге қуаныштымыз. Біз Ақботаның нағашылары боламыз, туған Гүлжаханның бауырлары осында жаңа таныстырып кетіңіздер деп жастар ғой, айта кетейін. Мынау біздің ініміз, бауырым, есімі Қайрат. Мен Гүлжаханнан кейінгі сіңлісі боламын. Мынау менен кейінгі қызы Ұлжахан. Мұнда отырған екі бауырының інісі. Әрине қазір бір үйден екі жағымыз жаумайды ғой. Бауырлар бір үйден бір адам келді, біз қуанышта орта қазір. Қуаныш жағынан болсын. Рахмет сіздерге. Айда онда айтып тастаңыздар, ақшасын төлеп қойған. Бәрі жақсы, бәрі нормальный. Құрметті қонақтар, мына бүгінгі той құтты болсын, бәрі тамызға жақсы болсын. Жаным Хасен Батаев, мынау кішкентайларымыз алып беріп болсын, өссін, үлкен азамат болсын, елдің азаматы болсын. Бір қауым ел болыңдар, Құда қаласа. Не дейміз? Амандық болсын, денсаулық болсын, барлықтардың үйіңізде той болсын, қуаныш болсын. Әйтеуір жылы жүздесіп, сіз біздесіп, көрген жерде сәлеміміз түзу болсын. Бірінші мұндалар немере құтты болсын, Құлжахан немере құтты болсын, бау берік болсын, үлкен желік болып өсе берсін. Бүгін шөде қана той болса, ертең жау кесіп, үлкен тойларда кездескені. Тек қана осы әлбетте той болсын, тойда бас қосып жүреймін. Көпшілік айтып отыр ғой, тойға келіп жатыр, қыздарымыз, немерелеріміз, жақын немерелеріміз құтты болсын, бауы берік бола берсін. Осындары, жетілдері қыздарымды қияға қондырып атсын, құтты болсын. Біз Гүлжаханның класстасы боламыз. Әрі нағашы боламын өзінде. Шымкенттен келіп бармыз. Тойларыңыз құтты болсын. Сен екеуіңіз жұптарын жақылмай, арташын жақсы көре беріңдер. Осындай қызық тойларына біз келе берейік. Осындай тойдың бәрімізге жұмыс бола берсін. Арташын аспанларын ашып берсін. Барлық үйде той болсын. Қуаныштымын мына осындай жеткізімізді берген. Құрметті тойшыл қауым, Құда жеңгаттар, тойларыңыз құтты болсын, немере құтты болсын. Мына Боташымның ұжымдастары да келіп отырған, келген қадамдарыңызға білгітсін, рахмет келгендеріңізге. Бүгін менің мынау алтын жеңешемнің қуанышы, Боташым мен Хасеннің алғашқы ұрпақтары ғой, дегенше құтты болсын немере. Ағамның артынан ерген қаралары өркені өсіп, жапырақтары жайылып, үлкен семья бола берсін. Қасиетті Қонаев атамыздың атын қойған екен Қасен. Сол ұлың жаңағы сенің үмітіңді ақтай берсін. Сол азаматтай атамыздай болып батыр болсын, елін, жерін қорғаған азаматтар бола берсін. Артынан ұл қыздарың ере берсін жаным. Еш уақытта жамандық көрмеңдер. Құдай қаласа осындай тойда, шілдеқанада кездесе берейік. Тойларың тойға ұласа берсін. Шөбере сүйіңіз жінше. Құдай қаласа сол шөберенің қолынан мая сатуды нәсіп етсін сізге. Мынау артынан еткен бауырларым тек қуаныштарына, тойларына жиналайық. Рахмет, барлықтарыңыз тойларыңыз қабыл болсын, құтты болсын.
Дұрмағамет пысық жақсы жігіт болады, өйткені нағашылар Шымкенттен екен ғой. Өйткені Шымкентте тұрған әр адам өзі мықты. Осы жақында бір кісі айтқан, Шымкентте тұратын бір кісі. Әй балам, биыл картошкамен сәбіз қымбат айтып айтқан тошына келді ғой. Тағы да бір төлейді Шымкенттен кісі айтты, осы алда деген коронавирус келеді деді. Баяғыда индийский кино деген болатын. Индийский коронавирус деген бірінші естідім ғой. Өмірде бәрі болады екен ғой. Сіздер де бірден ойлап тапсаңыздар, шықпас отыра бермей, той құтты болсын. Ал енді Дінмұхамедтің нағашы апасы келе ғой деп кетейін. Өзінің тілегі бар, ниеті бар, мінекейіңіз. Аспайды ғой. Асықпаңыз, ақшасы жүріп қоған. Армысыздар. Жақсы қашып болғанын даже жайды. Осында қойған жақсы өтірішіне атсалысымен азаматтар жарыңызға жақсы өтіріне немерені таңқарып береміздіңіздер. Әжетіңіз солай кемпелеп немерелеріне жүгірілеріне жаңа өзі кішіктігі сашыларында немерен өмір жазып мағыналы сондай ғашық жарқын жолын шықчық болсын әрқашан алдынан қазақ елінің азамат болсын. Әйтеуір Найман елімен құда болып жатырмыз құдайға шүкір деп айтамын. Құдайым қызды маған жеп берген білмеймін, көзі қалай қиып берген келген Алланың берген төрт қызы бар. Төртеуін де бақытсыздар Наймандар сіздерге бердім. Шашауы шығарған жоқпын, төртеуін де аман есен Найманға бердім. Найман өнерген құдайға шүкір немерелер бар. Санын айтпай-ақ қояйын. Қазақ малының жанының санын айтпаған дейді еш уақытта. Мына қуаныш құдаша бәрімізге де құдайға құтты бола берсін. Найманмен жеңіл туған жаман туған жоқпыз. Ешқандай жағымын емес, көпшік болу емес. Айтайын деген осы Найман елінен естіп жатқан сөздерім көп. 15 жылдай болды құдай болатқанымызға. Бізге бала деп басымызды көбейтіп жатқан құда деп түркмен болып берген басқа жаман жылан көрген жоқпын. Найманның сыртынан кімге айтса ол айтсын, өзім үшін Найманнан жақсы қалып жоқ. Енді сіздерден рұқсат болса, менің кішкентай жаман немеремнің кішкене ақ бесігін ортаға әкеліп, несін салайық, жасайық. Сосын мен өзімнің атын өнердесінің кішкене тұрқылып айтатын өнерлері аяқталмай қапты. Аяқтап жіберсін. Айтып тастасын. Жаңа бірден билеп шыққасын көп нәрсе ойдан шығып қалды. Жаңа жақсы айтып жатыр ғой, шымкенттіктердің бәрі түсіп болады, епті болады деп. Аллаға шүкір президентіміз бұрынғы елбасымыздың өзі айтты ғой, дүниеге бір-ақ рет келесің, онда шын қалада тұру керек деп. Сондай өлкеде туғанымызға қуаныштымыз. Енді мен айтайын деген телевизордан айтты, бір қарап шығыңыз. ютубқа кіріп қарауға болады, мен дәлелсіз сөз айтпаймын. Мынау Ақбота қазақта сөз бар, жігіттің жақсысы нағашыдан, бесіктің жақсы ағашынан дейді. Ақботаның да осындай тілдің саласында журналист болып жүргеніне бірден бір жаңылыстар менімен таласпайтын шығар, қол көтеріңіздер, нағашыдан келген дүние. Біздің әулеттің жығылғанымыз, тілдің етегін ұстағанымыз қарапайымыздың өзі, тіл әдебиет пәнінің мұғаліміміз, журналистеріміз, әкем марқұм Ақботаның нағашы атасы, әуесқой композитор. ютубқа кіріп қарасаңыздар әндері жүр, немерем, тағы да көптеген әндері бар. Сондықтан біз Ақботаға толығын айта аламыз, біздің нағашылардың үлесі мол деп. Неге сөз деймін да? Елбасым өзі айтты ғой, Шымкентке барып тұрды, Алматыға квартаға келе бермейді деп айтты ғой. Не істейсің Алматыға құрокын көйтіп айтқан екен. Шымкент қандай шырайлы, Шымкент маған ұнайды. Мұнайдан көрі Шымкент жақсы көреді Құдайды деп айтсыңыздар тұр ғой. Жақсы, әмин Алла. Жақсы. Мен кешікпедім болса, менен де кешікпеген кісілер бар екен ғой, Аллаға шүкір, иә? Біздің тағдар құда жайжат келіп жатыр екен. Найман құдаларымыз, иә? Әбірекет сәлемесіздермен қалдыңыз қалай? Иә. Келе қойыңыздар, сразу тос сөйлеп кетіңіздер, кірегеніңіз, келе қалыңыз. Сол емес пе, әпке? Сразу мінеке, бірден оны дастарханға жайғасасыз. Орын болса бірақ, мінекейіңіз.
солай қылады бәрі. Қосайды, Алтысқа жерге тақыла қойған бүгін үлкен қуаныш екен. Несі қуаныш қаламыз болса қойғанымыз қуаныш болғанда сол қуанышқа басымыз қосыла берсін, қуана берейік, мына ержігіміз аман болсын, дені сау болсын, өмір жақсы болсын, ата-аналары, апалары, ағасылар бәрі аман болса бәрі жақсы болады. Алла тағала денсаулық берсін. Сәлеметсіздер ме, тойшы қауым? Бүгін міне ақ түйенің қарны жарылған күн. Бүгін дүниеге нәресте деп жатыр екен, нәрестеміздің шілдеханасы. Бұл деген үлкен той. Сол тойда құрғаламыз бөліп ұшып ана Талдықорғаннан келдік. Кішкентай баламыз дүниеге келген нәрестеміздің өмір жасы ұзақ болсын, дені сау болып, ата-анасының мақтанышы болсын, келешекте бетке ұстар үлгілі Қазақстанның бір азаматы болсын деп тілеуіміз бар. Мына келген қауымның бәрі осыны жұғысты болсын бәрімізге. Не дейміз енді? Зары енді мынау той құтты болсын. Құда жекжат бәрі тойда той құтты болсын енді. Дені сау болсын, осындай тойға бәріміз. Осындай тойға жете берейік. Бақыт болсын бұл бауыр. Мақтап тұрған кезде келдің ба, құлағай? Ештеңе жоқ, көзге мақтағаннан да сырттай мақтағанбыз. Бәрекелді, енді мынау Қасенді өзі ақылды жігіт екен, қуысқа жасап, елдер табанбай адасып, содан кешігіп жатыр. Ал енді құрметті ағайын, бұл осы бесікте кешегі ата-бабамыздың бәрі осы бесікте өскен. Енді кішкене ырымын жасайық деп жатыр, құрметті жамағат, мынау енді шілдехана тойы болса кішкене созылады, ренжіп жүрмеңіздер, уақытқа бағынайық. Біз енді ортаға Қасеннің әулетін үлкендерін апаларын шақырайық. Қасеке, бармасымен Қасым ханның қасқа жолымен, Есім ханның ескі жолымен, Абылай ханның әдем жолымен, Кеңесарының кең жолымен, Қазақстанның темір жолымен, Қазақстанның әуе жолымен, Тоқаевтың бар жолымен, Алматының тар жолымен жүре беріңіздер, аман есен құрметті ағайындар. Соның арасын жайта кетейін деген ғой. Келе қойыңыздар, осы әулеттің үлкендері, Қасеннің туысқандары. Жаным апам қойда. Ал енді ырымын жасап алайық, батасын алып алайық. Келе ғой патшаның. Құтты болсын. Бір сүйіп қойыңыз. Екі жақта екі апаш қатын болды ғой, Бекежан айтқандай жек көшек деген сияқты болып тұр ғой бұл жерде. Махамбет сияқты бекітек, Бекежан сияқты артынан атпай, құрметті ағайын. Әне, келді апамыз әне. Ал не болды? Келді әнеңіз. Келе қойыңыз апатайын. Нағашы апамыздың апасы болса енді шөбересіне келіп тұр ғой сонда. Жаным апам сол. Алтыным ай, алтыным ай, алтыным ай. Піссімірі сол. Ай, бәрекелді. Бесікке сәлу рәсімі құрметті қазақ елі. Мынасы ғой. Апатай сіз дайынсыз ғой, е? Келе ғой, кесіңіз. Сіздерді басына отыра қап. Ешкім байқамайды отыра қалыңыз. Сондай, е. Ай, бәрекелді мінеке. Ал. Дінмұхаммед Қонаев деген қазақ елінің беткүстар қасиетті ұлы адам еді. Бүгін енді осы баламызға есімі бұйырған екен. Алла тағала ұзақ ғұмыр, екінен жақсылық нәсіп етсін. Сол ағамыздың еліне, адал халқына жақсы қызмет етсін ағайын. Бәрекелді. Біздің елдің дәуірі деген жақсы ән бар. Дінмұхаммед Қонаев бабамызға шығарған. Біздің елдің жігіттер деген жақсы ән бар. Есенқұл Жақыпбек ағамыз шығарған. Пай-пай шіркін, әйтеуір өзі көп қой еді құрметті ағайын. Ақылдаспаңыздар, ақылдаспаңыздар. Асықпаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анау, арама қояды, тұшты дейді, Сіздер деп отырасыздар. Тұшты дегенде деп қоясыздар. Үйше анау, анандай, анау емес, кәмпит шығар екен. Алынды. Айымбектер қайда, айымбектер? Көп жарай ма көп? Бәрекелді. Ай, бәрекелді. Түсті ма? Кетті. Бұл енді ата-бабамыздың қазақ елінің салт дәстүрі ғой. Ау апа, микрофон берейін ба?
Жақсы, иә. Бәрекелді. Бүлдіршілер шақырайық. Жаным сол. Осы салт-дәстүрді жоғалтып алмайық, құрметті ағайындар. Болды. Қазір кәмпиттер қымбат еді құрсындай ғымдар. Макөпіміз 700 теңге. Болды. Айт бәрекелді. Жұғысты болсын. Халқына қызмет ететін мұқтажнат болсын енді. Алладан соны тілейміз енді. Білмеймін деген балалар келді. Енді мына Құдай Алла тағалам біздің қазақ еліне мына асық ойнайтын ұлдарменен кестектен қыздарды бере берсін құрметті ағайындар. Осы бесікке жататын балалар келсінші өмірге. Соны біз қазақ елінің рухы күшейіп мықты балалар шығамыз енді. Сол бесікке жатпағаннан соны бәрі. Бисмиллахиррахманиррахим әнекей. Айып ұйықтай қоймайды жатсызғаннан. Бәрекелді. Екі апамыз бөлем жатыр баланы. Беске апам бөлеген. Бұл бәнзілі шыққанда Қасен 20 мың теңге төлегенде қосаңызшы. Қасенде красавчик деген көрілген деме. Дұрыс. Мықты болады. Ай, бәрекелді. Жақсы болсын. Аспаңыздар қазір, беске бөлейік, одан бір жасын төлеп, бірақ шығамыз ғой. Шыдайын, шыдамды болайық. Шыдамдың Алла да жақсы көреді, құрметті ағайын. Қолын шығармады да өкпен. Жастар көмектесіп екі апаға қарап, қыздармен келді тұр ғой деді бір. Қазақ фильмі күнесі көріп тұрғандай. Бәрекелді. Мынау жолы апа, құтты болсын. Жолы ғой. Сіздің жасыңызды берсін. Жұғысты болсын. Ана микрофонда. Атасы қалың болып айналайын бұлай. Ол кәдімгі Махамбет атасындай үлкен дәу кісі болсын. Бір журналист әңгіме айтып отырып айтты. Айналайын басқа президенттер келген пәлен деймін. Басқа президенттер қырден садаға кетсін деп жазды. Бір Махамбеттен. Өлемін бала ұялмай қорқпай айтты ғой дедім. Сол Дін Махамбеттің жөнін берсін балам. Әмин апа. Әмин. Денің сау болсын. Үлкен азамат болған. Аллаху акбар. Әмин. Ал бәрекелді. Қасен енді өзін көтере қой. Отырған он баланы өмірге келген алтын құрсақты апамызға Ділмұхаммед Қонаевтай ұлымыздың атынан жақсы сыйлығымыз бар. Алтын, құрметті ағайындар. Апамыз не деген? Алтын дейді. Апамыз 80-дің сегізіне келіп отқан апамыз қай деген? Бара салайық, жайынға бара салайық. Мен жаспын ғой, барайын. Ал құтты болсын. Апам, сізге алтын. Ешқандай ламбақтан алынбаған, ешкімнің қолына салынбаған. Таза алтындар бөлейді болмайды, таза көместі татпаспайды дейді аға. Құтты болсын. Әмин, құтты болсын. Жаным апам, сіздің пенсияңыз жақсы көрем мен. Құтты болсын. Бас жеңгесі Рахила Кәлемі шақырайықшы ортаға. Бас жеңгесі. Су сұраса сүт берген, айран берген. Амансың ба Құдай-ау қайран жеңгемде. Шілде қана той болып жатқан кезде автобуспен ба, Шымкенттен ба, қайдан келген деп қояр, бәрекелді. Шымкент болсын мен. Ай бәрекелді. Қосақ қойыңдар, қазақ әлі, көріп болады. Көргенде сені қасты кечесің, егеде сәні осының бәрін. Рахмет. Жеңгезай құтты болсын. Мына бір ақын ағамыз айтыпты, кеңіз ортаға халық көрсін, бетаман тұрыңыз, мен де біреудің баласы, мен де біреудің күйеу баласы, өшеге тұрыңыз. Бір ақын ағамыз мынандай жолға тұрыпты. Әйел жаны шыны менен асыла, шындық болса ақын неге жасырады. Көзім жетті,
мына қиын нарықта еркектерді әйелдер жүр асыра. Құдайдан сон мен анама табынам, қасымда болмаса жиі сағынам. Балаймын мен бар әйелді анаға, сондықтан да мен әйелге бағынам. Ісі дұрыс әйел деген халық қой, олар бар да мойын дамау сауықтой. Түсінбесең қасиетін әйелдің, пожалуйста еркектер қолдан келсе өкпелемей өмірге өзің бала тауып көр. Жасырмай-ақ айтсақ бәрін анықпыз, әйелдердің айласына қанықпыз. Біле тұра тестетін қақпанға еркек деген ашық ауыз халықпыз. Бәрімізде жас бізді байқамай, Қасен сияқты танымайтын бір әйел алып бізді тұрғыза қойды. Ау? Айтыңыз. Құрметті қонақтар, төрле барқандарыңыз құтты болсын. Мен Ақботаның жеңгесімін, туған жеңгесімін. Туған жеңгесімін. Ақбота кеш қарсыға. Жетсе келші. Менің абысыным, маңдайымдағы жалғыз абысыным шын айтқанда. Неден, жаңа жеңчем наймандарды мақтап атыр ғой енді. Дұрыс қой. Мен енді ұлы жүздерді мақтайын. Ой, кетті, бастабайсыз. Ақбота ұлы жүздің ішінде дулат, дулаттың ішінде жаныз. Төле бидің 8-ші ұрпағы Ақбота. Ал, жаныз елінен мен өзім жалғыз өзім делегат болып келіп отырмын. Ал Ақбота жаным, менше алдымен сізге айтайын, немере. Мен немереңіз бар ғой, әрқайсысы жеке дара, тәтті. Немереңіз көбейе берсін, деніңіз сау болсын, ең бастысы. Қыздардың алдында гүлдей жайнап жүре беріңіз. Ақбота, Қасен, қайда Қасен? Көрмей тұрмын. Бірақ күй бола ғой? Күй бола жетеді, енді соның ішінде әрқайсысы дара. Қасен, Ақбота, жасап атқан тойдан құтты болсын. Кішкентай Ильин Мұхаммедіміздің артынан ұлдығыз ере берсін, әрқашанда сендердің жақсылықтарыңа келейік, той болсын, құтты болсын тағы да. Рахмет, сөз бергендеріңе. Сау енді. Ләззат құдақ шақырамыз. Осы Ақбота босанған... Ләззат құдақ келе беріңіз, Ләззат қой. Есіне шығып кетіп жатыр. Ақбота босанған кезде шеңешем бірінші болып мен көрімді сұраған еді. Ақбота босанды, бесігінде өзім апардым деп. Көрімдігін беруге. Bismillah, не өтіп? Көрімдігі, телефоным атшағында. Ой, Каспиков, Пепсиков. Бөпелі болса дейм, а? Тауып басынан сол бейді болған. Тауып қойватырмын. Мұна Ақбота бөпелі болып атыр ғой, артынан ере берсін деп айтатыр. Жансая, жаным, ендігі жыл сенің бесік тойыңа келейінші. Құдай қаласа. Ләззат құдағи, сізге Алматы қаласы, Прайым сауда белгісі, Барахолка Бутик Алтырда базары, Аламанчай сауда белгісі, Алматы қаласы қолдап, біздің атымыздан темір жол 2-ші вокзалдан алтын сыйлық дегенбіз. Айтамай жатырмын. Құтты болсын. Ай, бәрекелді. Дін Мұхаммедтің нағашы апасына алтын ақшалар бар екен ғой, кәдімгідей. Нағашы апасы, алтын сырға. Құтты болсын апатай. Қоңыраптар, ешімкен. Ол соқ қояқ, құдай тағайындар. Оғышын алтын өткен жердің бәрін. Тесің, қызық екесің, мен қызық жүрсің, бозық екесің, қызық болсаңда, бұзық болсаңда, сұлуларды жарты жұртты бітесің. Бәрекелді. Ақбота, алтын болды ма? Бүкіл жезқазған алтына болсында болсын деді. Нағашы апасы, келіңіз. Ақбота өтіп кетейін. Мынау енді анау жақтан, мын жақтан жиенім деп, немерем деп, наймандармен құда болған 15 жыл болды деп жаңа айтып жатсыз ғой. Алла тағала мәңгі солай болыңыз. Қазір тағасыз. Ол мен айтқан деген себебім
Мына қарға балапанын әппағым дейді екен, кірпі баласын жұмсағым дейді екен. Шошқаның өзі айтады екен торабайына, елдер сені харам дегенмен, сен маған адалсың деп. Тышқанның өзі айтады баласына, мен саған сенем, төбе бір жер тез шығасың деп. Жастақ болсын. Рахмет. Ал енді Хасен, бауырым қайсысы болсын? 88. Бәсе түрге қарасам үлкен көрінесің. Не брат деп, не бауыр деп айта алмадық қой, түсінбей қалдық қой. Тойларың құтты болсын. Алла разы болсын. Енді қазақ айтады, қозы ғашық болғанмен баянның бағы жанған жоқ. Баянның бағы жанбаған себебі, ол кезде мынандай крутой ресторан, мен сияқты арзан, красавчик тамада болған жоқ. Төлеген ғашық болғанмен, ол жібекті лақтырып кетті сөзінде тұрған жоқ. Бекежан атып тастады да, екеуінде сәпсем ұрпақ қалған жоқ. Кебек ғашық болғанмен, еңілік бақытты болған жоқ. Бақытты болмаған себебі ол заманда қазіргідей таңертең оятатын әдемі будильник болған жоқ. Абай ғашық болғанмен, Тоғжанға орамал салған жоқ. Тоғжан Абайға сәпшені жазған жоқ. Сәпшені жазған сол ол заманда iPhone, Samsung, даже керек десеңіз простой Nokia домашний телефон да болған жоқ. Біржан ғашық болғанмен, Ләйлім іздеп барған жоқ. Іздеп бармасы ол заманда менің сияқты май жейтін бәрі деген машина болған жоқ. Бір-бірін сүйіп қосылған, Дінмұхамедтің бесік тойын жасап отырған Хасан мен Ақбота қояды, Ақботада арман жоқ. Рахмет. Хасен Ақботамен танысқаннан кейін, үйленгеннен кейін ешқандай қызға барған жоқ деп сенейік па? Бар, еркектіне, азамат. Той құтты болсын. Айта қой. Болды. Өте пісір екен жағыңыз, рахмет. Мен мына жақтылағым естімей қалды жүр. Мақта екен. Бәрі дұрыс па, әпке? Ау, дұрыс. Өзіміз ақылдасып ренжімеңіздер, құрметті ағайындар. Енді, құрметті ағайын, ардақты қазақ елі, бізде екінші дастархан бар. Сөйлемеген адамдар сол кезде сөйлейді, айтатын тілектеріңіз әлдейді бар. Құдай қаласа бір кішкене салқындайық. Бүгін мінекей тар болғанмен көңіліміз патша, көңіліміз кең. Ондай болса мен дастарханға бата сұрайын. Алла қаласа, сонымен бір үзіліске шығып қайтайық. Бата беретін кісінің аты кім еді? Қазір тауып аламын өзім. Мына кісі бата берсін. Мына кісі ағам берші батаны. Әуелі құдай малды болсын, қолайы құдай жалды болсын. Тепеңдесіп келгенде өз құрбысының алды болсын. Алтыраштың әулеті жиылса, шоқтығы биік сәнді болсын. Әзірет шердей әлді болсын. Қабанбайдай жанды болсын. Ал қағанның ішінде болсын, қарғағанның сыртында болсын. Аллах акбар. Әмин. Жейтін тамағымыз дәмді болсын. Рахмет. Әмин. Ал енді құрметті ағайын, бізде үзіліс. Уақытын айта алмаймын, құдайға сөзін айтамыз. Ортаға шығып билеңіздер, сыртқа шығып демей тартыңыздар. Мәшілерді мақтандар, әйелдерді мақтандар. Arman
рахмет. Ал кәнеге құрметті ағайындар, жайғасайық кәнеге. Сыртта қонақтар шақырыңыздар кәнеге келіңіздер. Екінші дастарханымыз дайын құрметті ағайындар. Тағамдарымыз дайын болып қапты. Сондықтан сырттағы ағайын туыс, құдалар, нағашылар, аға жеңгелер, әпкелер, жезделер, көршілер, жиендер, бөлінбейтін бөлелер қауымы. Келіңіздер құрметті ағайындар. Жайғасайық кәнеге. Ортаға бір тамаша әнмен бастайық. Ғазизұлдарыңыздан бір жақсы ән болсын. Осы жерде бүкіл күллі Шымкентке отыр екен. Жерлестеріңіз екен, құрметті ағайындар, бауырларыңызға да жақсы ән болсын ағайын. Ал бәрекелді. Алтайдың ар жағынан келген ару, жалт етіп қарағаннан емге дәру шіркін. Өмірді жанарыңнан, жаз дейді жамалыңнан, қалдым ғой тіл қата алмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Сүйсіндім сымбатыңа, қабағыңа, ұқсаттым масқара бай маралыңа шіркін. Өп-мөлдір жанарыңнан, жаттиға жамалыңнан, қалдым ғой тыға қалмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Қимайтын жан екенсің, жат ұяға, қарғам-ау кезгенді ойға бияға шіркін. Өп-мөлдір жанарыңнан, жаз дейді жамалыңнан, қалдым ғой тіл қата алмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Алтайдың ар жағынан келген ару, жалт етіп қарағаннан емге дәру шіркін. Өп-мөлдір жанарыңнан, жаз дейді жамалыңнан, қалдым ғой тыға қалмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Өп-мөлдір жанарыңнан, жаз дейді жамалыңнан, қалдым ғой тыға қалмай қарағым-ай. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалғам саған ән арнадым. Рахмет, құрметті ағайындар. Рахмет. Бәрекелді. Ал енді құрметті ардақты ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Мына енді тілек ниетке Алла қаласа, құрметті ағайындар, біздің қадірлі қонақтарымыз келіп отыр. Ақботадай қыздарымыздың әріптестері келіп отыр, және құрбылары, достары келіп отыр. Ана тіл газетінің бас редакторы Қали Сәрсенбай ағамыз бастаған, және де орынбасары Нұрпрезидент ағамызды
бастаған ұжымы және де дос құрбыларын ортаға біз шақырамыз. Келе қойыңдар. Құрметті әріптестер, ұжымдастар, нан достары, Қали ағамыз бастаған келе қойыңдар. Ал бәрекелді және құрбылары билеп шығайық. Қошеметтеп отырайық, құрметті ағайын. Жаным маған дарасың, қорып сезім қабасын, теңеледім өзіңе, көздерімнің қарасын. Келе қойыңдар, билеп шығайық, жастар бәрекелді. Сен қадірлім, сезімімнен қарасын, емдейтін сен деп жүрсем, жайығын жарамсың, бағасы қайда барасың. Айя көзім қадірлім, ақ жүзіңді сағындым, бұл жағанда мен сенің айналайдың бақытын, жанарыңнан айналдым, әлісіңде бақытым. Рахмет. Аллаға құтты болсын тойларыңыз, мінекейіңіз. Рахмет, қадірлі ағайын, той құтты болсын. Бұл енді мына әр тойдың жөлі бөлек қой, бірақ енді баланың тойы, баланың қуанышы деген ол мүлдем бөлек болады. Қазақ өзі бәрі баладан ештеңе аямаған, оқытқан, тоқытқан деген сияқты бүкіл осы бар жиған терген бар дүниесін осы баланың жолына шашады ғой. Сондықтан міне Құдайға шүкір, одан біздің қазақ жаман болып жатқан жоқ. Мінекей бүгін сондай тойдың бірі, ерекше той, бүгін мына періштенің тойы. Бүгін құлағына жетіп жатқан шығар, осынша ән, күй, осынша керемет сөздер, соның барлығы осы періштенің құлағына сіңіп жатыр, барып жатыр деп мен солай білемін, солай түсінемін. Той құтты болсын. Мына баланың аты жақсы екен. Ең бастысы аты жақсы екен. Қазір енді олай дейді, бұлай дейді. Тұлғалар туралы әртүрлі айта береді ғой, енді әркім өзі заман сондай дейді. Бірақ дегенмен Димекеңнің Дінмұхамед Ахметұлының ол жөні бөлек, қалай болғанда да. Сондықтан ол кісінің енді жаңа мына бір сөзі бар. Өзі жиі айтатын, өзі бір-бір естідік деміз аузына. Жастарға айтқан кезде, сөйлеген кезде аспай, саспай, жаман жерде баспай жүріңдер дейді. Сондықтан бүгін сондай аспай, саспай, жаман жерде баспай жүретін бір бала періште дүниеге келді деп ойлаймын. Сондықтан Құдай Алла абырой берсін, сол атамыздың абыройын берсін, даңғын берсін, Димекеңдей дана болсын, халқына пана болсын дейміз. Енді бүгін мына ана тілі ұжымы келіп отыр. Осы ана тілінің абыройын берсін. Кеше осы біздің ана тілінен мінекей мына Нұрперзент бауырларыңыз, ана тіл газетінің орынбасары, бас редакторының осы белгілі журналист кеше ғана мына Нұр Сұлтаннан Нұрсұңқар деген сыйлықты алып келіп отыр. Бұның бәрі осы ақ, осы кәдімгі мына осы періштелердің өзі әумин деген жағдай болып тұр ғой, енді бүгін көрмейсіздер. Мына үлкен мына жаңағы шілдехананың алдында, бесік тойдың алдында біз осындай Димекеңнің алдында ұят болмасын деп осындай абыроймен келіп отырмыз. Сондықтан мінекей осы бұл баланың атын толық атауға болмайды, бұдан былай Димеке деу керек, Димаш деу керек. Менің де Димаш деген немерем бар. Асанәлі, Шерхан, Ақселеу, Димаш, менің немерелерімнің аты. Иманғали, Имаш, осылай болып келеді. Сондықтан әлгі жаман итті атып бөрібасар қояды деп, кейде өзім ойлаймын, осы қалай болды деп. Сондықтан бірақ Құдайға шүкір, оның барлығы жосты болады екен. Сол енді бүгін мына өзім ырым қылып, мынау Қазақтың қадірі деген кітабымды осы кімге осы қадірлі болсын, қадыртай халқына деп. Қандай тойға барсақ та, қандай жерде болсақ та, қадірсіз той өтпейді. Қадірдің өлеңісіз той өтпейді. Мына бауырым сияқты тамадалар, осылай жаңағы неме дейді. Қазақ осы құдасын құдайын да сыйлаған деп ақында айтқандай деп арғыда айта береді кісілер. Сондықтан сол қадірсіз той өтпеген. Сондықтан әдейі ырымдап, бүгін қазақтың қадірі деген кітабында осы балаға алып келіп отырмын. Кітап оқысын, аман болайық, денсаулық болсын, жақсылық болсын. Енді алда да осы ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Қасен Батыр солай ғой. Сондықтан той көп болсын. Қазақта
Той мен қой көп болсын да, қалғанын көреміз. Айтпақшы мынаны, сәл болмағанда салып алып кетесің. Мына коллективтің кішкенен періштеге көрінді ғой. Әумин дейсің, мінекей. Енді қымбатты ағайындар жаңа қалекең сол жақсы тілек айтты біздің көкейіміздегі. Біз соған қосыламыз. Арасында да бүгін үлкен қуаныш, үлкен той, сәбидің тойы, үлкен азаматтың тойы. Өзі қандай ата-ана болмасын, нәрестелі болған, сәбилі болған қалайды. Міне сондай қуанышқа келіп отыр біздің Қасым мен Ақбота. Біз мұна жаңа айтты ғой, Анақ деген газеттің атынан келіп отырмыз. Бұл енді басылымды ел жақсы білуге тиіс. Елдің басшысынан бастап осы қарапайым халыққа оқитын басылым. Осы басылымның бұлай жақсы шығуына, беделді абыройлы болуына біздің әріптесіміз Ақботаның да қосып жүрген үлесі өте зор. Сондықтан да мына қуанышта бәріміз сол үлкен бір жақсылықпен келіп отырмыз. Қасен, Ақбота енді бұл енді тұңғыштарым ғой, ары қарай сол жалғастай берсін кішкентайлар. Бақытты болыңдар. Сендердің сол бақытты болғандарыңа біз тілектеспіз. Біздің Димашымыздың шілдеханасы бесік құтты болсын. Хасен мен Боташтың шаңырағына шаттық сыйлаған, бақыт әкелген Димашымыздың ғұмыр жасы ұзақ болсын. Артынан іні қарындастар ере берсін деп тілейміз. Ақбота менің ана тілінен басқа басылымға ауысқан кезде орныма келген әріптесім ғана емес, сонымен бірге сіңлімдей жақын болып кетті. Жақсы көремін, ол да мені жақсы көреді. Екеуміз сондай жақын сыйлас, әпкелі сіңлімдей болып кеттік. Ақбота сондай жүрегі әппақ, тұла бойы тұнған мейірім, сондай қазақтың ибалы, көргенді, тәрбиелі қызы. Мамасына рахмет айтамыз осындай қыз тәрбиелегеніне. Ақботаны барлығы жақсы көреді, бүкіл журналистер жақсы көреді. Бүгінгі Қасен екеуінің отбасы ретіндегі алғашқы тойлары кішкентай сәби Димаштың бесік тойы құтты болсын. Жаңағы ағалары, әжелері, апалары берген бата қабыл болып, жолы даңғыл болсын, есіміне сай үлкен азамат болуына тілектеспіз. Бүкіл жақсылықты тілейміз, отбасылық өмірлерің ұзағына баянды болсын. Енді бізге сөйле десеңіз сөйлей береміз, қысқарту керек болса айтып қоясыз. Жоқ, айта беріңіздер. Қасен екеуіңді бүгінгі үлкен мерекемен құттықтаймын. Димаш еліміздің үлкен азаматы болсын, жаңа айтып жатыр ғой барлығы. Шынымен Ақбота ана тілінің үлкен бір абыройлы материалдар жазды ана тілінде жүрген кезде барлығымыз біз ғана емес оқырмандардың өзі Ақботаштың осы материалдарын қызығып оқыды. Соны Смаханұлы туралы жазғанда, ұлы Қайрат аға жазғанда, сол Боташтың бір бізге қарызы бар, Қайрат Смаханұлынан сұхбат алып келдік. Алып берем деп күйеуге тиіп кетті. Сол енді болашақта соны сол қарызымды қайтаруым керек. Димаш сондай үлкен азамат болсын, қандай үлкен адамдардан сұхбат алдың, солардың шарапаты, батасы тиіп, солардың жолын қуатын, солардың жолын жалғастыратын үлкен азамат болсын. Қасен, ризамыз, бізді бөтен Семей Боташтың ұжымы деп арнайы шақырып отырғанына саған шынымен де ризамыз, қызымызды еркелетіп, қандай мерекеде де әлеуметтік желіден көріп отырамыз, алақаныңда салып отырғаныңды. Бұдан кейін де алақаныңа сала бер. Тек қана сондай жақсы сыйлықтарды да көреміз шынымен. Ондай сыйлықтар жалғасты бола берсін. Боташ, сен де Қасенді қуантып, Димаштың атынан біраз ұрпақ өмірте беріңдер. Тек қана қуаныштарыңа кездесейік. Қасенге, ұлдарыңыздың, ат-ұстарларыңыздың дүниеге келуі тойы құтты болсын. Кітабым кәрім Құран деп, топырағым алаш тұран деп, көк байрақтағы нұрани күннің шұғыласының біріндей тұғырда туды болсын. Қуатпай ұстап тұрам деп, келдің бе ұлым деген екен. Міне сіздердің ұлдарыңыз келіп жатыр екен. Осы ұлдарыңыз
ұлықты болсын, артынан қылықты қыздарыңыз ерсін, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, бақытты болыңыздар. Ақбота, бүгінгі қуанышың құтты болсын. Ұлың болсын, он жақты, қызың болсын, он жақты деп жатады ғой. Ұлың атына заты сай ер азамат болсын, қазақтың тұлғалы азаматтарының бірі болсын. Тойында да енді осы жағдайларға байланысты бола алмады. Ақботамен біз студент кезде бірге оқығанбыз, қызықты күндеріміз бірге өткен. Сол достығымыз жалғаса берсін, отбасы ретінде де араласып тұрайық. Тек қана жақсылығыңа, қуанышыңа себепкер бола берейік. Сен менің ең мықты, ең жақсы достарымның бірісің. Бәрекелді, Ақбота, еңбегіңіздің жемісін жеңіз. Осындай үлкен ағалармен жақсы кісімен жұмыс жасап отыр екенсің. Ана тілі газеті, ана тіліміз байрағымыз шарықтай берсін. Абай атамыз айтқандай, өзге тілдің бәрін бір өз тілді құрметте деген. Абай атамыздың абай болуының өзіне батаменен абай болған екен. Ондай болса, мына той құтты болсын. Тақырды тақыр демеңіз. Күн шықса ол да көктейді, кедейді кедей демеңіз, ол мәңгі олай өтпейді. Байды да бай деп ренжіме, оған ақша жетпейді. Қазақты қазақ сыйлай сал, жол бере сал, оған түгін кетпейді дейді. Ағалар аман болсын, сіздер аман болыңыздар. Мен сен бір мықты тілші ретінде ертең көретін болайын, мен айтып мақтанатын болайын. Артынан 7 күн Николай Кишин КТК ана тіл газетінің журналисті Ақбота сіздермен бірге деп айтып тұрсаң әдемі болады, құрметті достарға. Енді мен ағамнан бір бата сұрайын, тоққа салып бола ма? Дінмұхамедке өзіңізден үлкен адамдардың өзі батамен көрген екен ғой. Сіз бір осы Дінмұхамедке бір батаңызды берсеңіз. Бүгін өзі бата жарысы болды ғой. Сондай сізден бір бата жеместім деп тұрда айтайын. Жаңа айттық қой енді, Димекеңнің сол сөзін айтайын. Димекеңнен асып біз данышпан бола алмаймыз. Біздің Димекең аспай, саспай, жаман жерді баспай жүрсін алмайды. Айтқаныңыз десін, бәрекелді. Рахмет ағалар, аман болыңыздар. Суретке сұламайсыздар ма? Иә, суретке сұлаңыздар. Кешке моншыға сұласың. Ақылы биле, кәрекет. Әле, япырай, опай. Сен жүректі тоңған әңгімеден күйсің, мүмкінсіз күй жүрген шығарсың жаным. Шын сүйген жан болса менде ақ сүйсің. Дейсің, барсам демейсің, сағыныппен келсең, кейдесің келмейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сүйе алмайтының бар, не болай дейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сүйе алмайтының бар, не болай дейсің. Арасында газеті, кәдекей! Шарықпай берді. Асен, давай! Сен еркексің. Қанша кеп тұрсам да келдің демейсің, көріп тұрып мені көрдің демейсің. Мені сердімде тұрдың сағындалықтан, айтшы жаным маған енді не дейсің. Дейсің, барсам демейсің, сағыныппен келсең, кетесің келмейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сағынбайтының бар, не болай дейсің. Дейсің, барсам демейсің, сағыныппен келсең, кетесің келмейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сүйе алмайтының бар, не болай дейсің. Мені кінәлайсың, өзіңнен көрмейсің, сүйе алмайтының бар, не болай дейсің. Сүйе алмайтының бар, не болай дейсің. Рахмет, аман болыңыздар. Мына жерден шаңын аяқ киімін жағын шығардыңыздар. Рахмет сіздерге. Жұмыстарыңыз биіктеп шарықтай берсін, айлықтарың өсе берсін жандарым. Аман болыңыздар, бәрекелді. Қазеке мен Ақботаны шақырсақ ортаға. Он жаққа келе қалыңыздар. Қазеке, Ақбота. Мына жаққа тұрсаңыздар. Енді құрметті қазақ елі, Құдай қаласа енді тойда бір уақыты келіп қалды өзі.
Енді мынау Қазекеңнің қалай билейтінін, қалай көңілді екенін көрейік, құрметті қазақ елі, құрметті ағалар. Мен еркекпін деген ән қойылады, мен еркекпін деген. Қазеке, сен еркексің, мен еркекпін, біз бір ғасырда бәрібір туамыз, өзің білесің. Соны Ақбота қарап тұрады, сен ана жаққа билеп бар да билеткен, сіздің қуанышты көңіл күйіңізді көрейік. Туысқандар бөтеннен жоқ, қол соғып отырады, сізге сәттілік тілейміз. Ал, жолыңыз болсын. Сөйлеп шұлқынатын еркекпін мен. Екі жақтан қосып отырайық. Еркекпін мен. Жауға сырын айтпайтұғын, айтқанынан қайтпайтұғын. Еркекпін. Бастан соққан үстіңге сәулім алтын қан сарайда біреулер орқан жарай. Әкем жеген ерекше, мен де жүрімде солай. Еркек туар еркекте сан солай. Өзің тұста үйрен. Сен үлкен жігітсің, қызың бар, ұлың бар. Ақбота, сіздің кезегіңіз енді. Ал, ана тіл газеті қол соғып қойыңыздар. Туысқандар. Билеп бар, билеп бересің. Басқан дейді, басқан деп атыр. Ақбота бұндай әнге билемен биледі. Қымбат өлеңге билем дейді ғой. Қандай өлеңді? Ал кеттік. Бола ма? Ал қол соғып қоясың. Еркектердің бір жаман жері өз әйелімен билей алмайды ол. Мен соны түсіндім осы жасқа келгенде. Рахмет. Айналайын, бақытты бола ғой, Қазеке. Мұқағали Мақатаевтың бір жақсы сөзін білесің ғой, айттым ба, айтпадым ба? Айттым ау деймін, айтпадым ба? Мына енді Ақботадай қазақтың қызын жарылған әкесің, айналайын шырағым. Еркектерді әйелдерден көп дейді, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемі қыздар көп болса да, өзі әйелге жетпейді. Ертіп жүрсең қасыңа, ешкім сені сөкпейді. Мас болып болсаң бір жерде болатындай боп, Ақботаң сені тастап кетпейді. Ұрысып қалса сенімен шимаданын көтеріп төркінде кетпейді. Бағалай бір барыңды, бағалай бір жарыңды, сүйіп қосылған жарыңа ешқандай қыз жетпейді бір қазақ қойды. Рахмет. Тойларың құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Енді құрметті ағайындар, сәл тыныштап отырайық, бүлдіршіндер, жандарым, қыздарым, көкелерім. Енді және Қали ағамыз кітап сыйлап жатыр. Жалпы бізде шіркін-ай керемет ақындар көп қой. Амал қанша. Бүгін бір ерекше той екен. Дастарханның бәрі халал ғой. Бірақ арақ болмақ olsan, ол бір ерекше да. Сондықтан құрметті ағайын, әр қазақтың таңы осылай атып осымен батса, кешегі біздің ата-бабамыз ішкен сусынды ішіп, бізде сондай баталы, бізде сондай сабырлы, саялы болсақ, ол да бір бізге маңдайымызға біткен бір ерекшелік шығар. Таудан биік секілденіп талғамың, ардан биік секілденіп арманың. Пенделікпен ұмытасың тәубаңды, сынағына шыдай алмай Алланың. Аймен күнге өптіргенге шетенді, көрмедім де өкпелейсің шетелді. Тәубаңа кел, шетел түгіл зағиптер, көре алмай жүр өзі туған мекенді. Тәубаңа кел, пенде болсаң несі бар, бар жағдайды ақиқатпен шешіп ал. Жылы сөзді естімеген кезіңде, тас керең боп туғандарды есің ал. Бақыт мәңгі, тұрсын десең басыңда, қанағат қыл, ашуланба, тассынба. Көлігім жоқ деп ренжуің бекерлік, аяғы жоқ адамдардан қасында. Топ алдында, төр көзіңге төтеден, тым болмаса айтпадым деме бөлің. Ақын болып тумадым деп налайсың, мылқау болып туғаныңда нетерең. Құлақ түріп, әркім айтқан пікірге, бейберекет бойырасың көпірге, таумен тасқа соға бермей басыңды, аман есен Дінмұхаммедтің тойында Алматыда жүргенге Құдай қамыңда бір шүкір деді.
қазақ жөңгөгөш, тегін таза, кем емессің ендеген еш. Әр балаңды баптамасаң бесіктен, жан жараңды жат жұрт келіп жөндемес. Оян ғана пайда барма құржатып, ояндағы ойлан деген бір жақып. Құдай бізді жаратқан соң қазақ қып, Алматыда 2 бөлмелі үйің болса, пожалуйста, бір бақыт. Рахмет. Біз енді ортаға Қасекеңнің достарын шақырайық. 100 долларың болғанша 100 досың болсын. 100 еврең болғанша үйде бір су құятын қытайский пластмас бедірең болсын. Дін Мұхаммед сияқты немерең болсын дейді. Ондай болса, құрметті қазақ елі, қашанда досымен, дос адамның көркі дейді. Доста жарайды болса өте көп. Ондай болса, біз қасиетті қастерді достарымызды асабаның алаңына, Қасекеңнің достарын атын атамай, түсін түстемей, біз ортаға шақырамыз. Билеп келіңіздер ағайын. Кәлекей, мен достым деген азаматтар. Қыздар ортаға билеп шығамыз. Қазақ тұрсын өзі, өмірдің бұл қойсыңы. Қызықтың алды бәрі билеп шығамыз. Жігіттер, тұрсын өзі, достарымын әзірді. Аман болсын бәрі. Молодой, достарым менің золотой. Әйелдерің жоқ па? Қораған ағаш жақты шығып апсыздар бәріңіз. Халал тойда билемейді дегенде қағида жоқ? Билеу керек, айту керек. Жүрек, батыр адам жәнегі денесінде емес жүректе деп айтты ғой жаңа. Аман болыңыздар. Кімден бастайық? Сізден? Тұрысың жақсы екен шығар. Сенен бастайық. Астанадағы бәйтерек сияқты, мен қасында шатыр жоқ, біремен сияқты болып қалып не болып кеттіңіз? Құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Құрметті тойшылар, жасқа келген қадамдарыңызға көңілді нұр жаусын. Бүгінгі жақсылыққа баршамыз ортақпыз. Димаш қазақ халқына ұл болсын, жаратушыға иманды құл болсын, басына дейін сау болсын, баршамызға, отбасымызға осындай жақсылықтар бола берсін. Басымыздан еліміз, ел жұртымыз тыныш болсын, әрқашан осындай жақсылықтан айырылмайтын болайық. Рахмет. Боқ ойындар ма сөйлеп? Жақсы. Қасекең, мына достарыңыз енді білекті де жүректі азаматтар екен. Айтады ғой, қазақты жамандама қазақ бала, халық қой қазақ деген азақ қана. Қашаннан аясында жер үстінде, қазақтың жан ашыры қазақ қана дейді. Бір-бірімізді бірлікте болайық, біріміз сыйлайық. Келесі сәбіз егіңіздер, 750 теңге болып қатыр ола. Аман болайық, не дейін басқа? Картошканың мейсін бұл оның өзі қымбаттап кетті. Сол мен де бір қымбаттап кетем ба деп ойлаймын да өзім. Мен де көп адам мейсінбейді. Бірақ мен де сол бағам көтеріліп қалады ау деп Алла қаласа Алладан тілеп жүрмін. Аман болыңыздар. Бірден айтасыз ба Қасеке? Болды ма? Билейді ғой деймін ба бұл кісі? Söylеп қойған жоқ. Ассалаумағалейкум. Тойшыл қауым. Асен болсын, той құтты болсын, баланың бауы берік болсын, өмірдегі жолдары ашық, даңғыл болсын. Дін Мұхаммед атамыз сияқты мықты, халқына жарамды достарыма көп есейді. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын тойшыл қауым. Мына кішкентай Дін Мұхаммедтің бауы берік болсын, ата-анасына серік болсын, атпал азамат болсын. Мына жерде үлкен кісілердің беріп жатқан аталар тілектер қабыл болсын, аспан ашық, жұлдызы жарық болсын. Қасен атпалдан сендерге теңіздей шапағат, ақ махаббат, көлдей көңіл, өзендей өмір тілеймін, бақытты болыңдар. Дін Мұхаммедтің арты жағынан серігі көп болсын, үйлеріңізде әрдайым осындай қуаныш, дастархан жайыла берсін. Бақытты болыңыздар. Рахмет баршаңызға. Болды ма? Жігіттер билейміз ба? Қасекең билейік деп тұр ғой, Ақботеге. Жақсы бір тамаша би болсын, құрметті ағайындар. Билеп бір жай жасайық. Рахмет, достар аман болсын. Ал бәрекелді, Қасеке достармен билей ғой. Ашқансың іздерім жоқ, қайдан
Рахмет. Дастарханға жайғасайық жігіттер. Бір жақсы өлең айтып берейін, құрметті ағайын, ардақты ағайын. Соғынан ортаға шақырайық. Молодец, міне ән шашу болып жатыр. Бұл өлең айтылған кезде той бастар алдарыңызға қойылады, құрметті ағайындар. Тойдан толықтай келесі тойдың басы болсын деп құрметті ағайындар кішкентай болса да қабыл алыңыздар. Ақбота қазір өзі береді, қазір уақыт жоқ, ол суретке түсіп жатыр. Журналист уақыты жоқ ол кісінің, Дәурен өлең айтып береді. Бүгін ата-аналардың құрметіне өзімнің әкем мен шешеме сағынышқа деген бір жазған әнім бар еді, қабыл алыңыздар. Барша ата-аналар аман болсын. Ата-аналардың құрметіне.
bir жылы сөзіңе шаттанамын әке, мен сені Меккеге апарамын әке, биікке самғайды бақтаным, шынарымсың әке. Рахмет көп. Аман болды. Ата-аналарыңыз аман болсын. Дәпту, рахмет сізге. Бәден үстем болсын. Әкелерді бір қуандық тастадың. Ал енді, ардақты ағайын, мынандай қиын уақытта біз екі адам қонаққа келсе, магазиннен қарыз алып шай беріп жүргенде, бір кісі біраз адамды шақырып, бір қазақ елін бір серпілтіп салды. Алла тағала осындай бізге береке берсін. Қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді. Қанат тасқа бітеді, ақыл жасқа бітеді, білім басқа бітеді. Акиматта бір туысың болса, үйдің дәуқыметі босқа бітеді дейді. Көлге су құймасаң солып қалады, әйелге ақша берсең талып қалады. Кейбір мықты әйелдер күйеуінің Каспий голдын алып қалады дейді. Астағфиралла, Құдай сақтасын. Аман болыңыздар. Еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын. Қазақ елі қашанда тұғырлы болсын. Осыменен Құдай қаласа біз керемет тойымызда өмір деген көл екен, жүзіп жүріп өтесің. Дүние деген шөл екен, бейнетте зорға жетесің. Алтыннан сарай салсаң да, салоннан машина алсаң да, ағайын туыспен бірге бол, мұратыңа жетесің. Өсіңіз, жетіліңіз тасқындаңыз, бірақ та биікпін деп асқынбаңыз. Сен мықты, ана осал, мен тамада, бәріміз бір аспанның астындамыз. Сіздің ой біздің оймен бірікпейді, шайқаңыз осы өмірде жүріп мейлі. Байқаңыз, арзан атақ, мықты қызмет, миллион ақша, сіз өлгенде ешқашан тірілтпейді. Мұқағали, Мақатай, тойларыңыз құтты болсын ағайын. Қасеке бауырым тойың құтты болсын. Махаббат асыл сезім асыларына, шын сүйгендер өмірде қосыларына. Қозы менен баяндай сүйе алмасаң, ақ ботада атаңның басылар ма деп еліміз айтқан. Тойың құтты болсын жырағым. Андай болса біз ортаға бүгінгі керемет той жасап отырған, біздей азаматтарды алдырып, мынандай мейрамхана жалдап отырған керемет атана Қазақстанның азаматы, болашақ үлкен үлес күтеміз сіздерді ортаға шақырайық. Қасеке мен Ақботаны қошеметтеп қояйық. Kökülümde kırılmayımız, kökülüm mandayamam sıypan ötken samalda Hazarım ağlatarma ödep bilen Hayra versem atam eken köpeğe gider zaten eken Қандай ән шіркін, марқұм ағамыз өмірден өтті. Осы әннің арт жағын мен былай айтып жылағым келеді. Қайда жүрсем атам екен, қазақтың өзін күнде қимай батады екен. Ата-бабамнан қалған қайран жерді акиматта отырғанда қалай ұялмай Қытайға сатады екен. Қалай біздің қазақ елі бай болып тұрып қарызға батады екен деп менің жаныма батады екен. Шіркін-ай, айналып кетейін, аман болсыншы қазағым атам екен. Абудайым ондасын, еш жаманшылық болмасын. Шаңырақтарын шайқалмай, әлемде шаттық орнасын. Жабырқап жүрген жандарды жаратқан өзі қолдасын. Қазақстандай бай мемлекет Қытайға қарыз болмасын. Каспий банктан звондап мазлығында алмасын. Сен жоқты ботаға бөтемірі бармасын деп тойды аяқтайды. Жақсы тойға келген тойшыл қауым, әуелі Құдай оңдасын, береке бірлік берсін тек қана. Әуелі Құдайдың арқасы, сосын сіздердің арқаларыңыз, ағайын туысқандар, дос-жарандар, және Боташтың әріптестері, ұжымдары, бәріне көп-көп рахмет. Қуанышымда атсалысып келіп атқан туыс-туған алыс жақыннан келген қайын жұртым, өз жұртым, достарым, бәріңе көп-көп рахмет. Алладан тек қана алғыс, тек қана ғұмыр тілеймін сіздерге.
осындай кішігірім шілдейхана бесік тойды құттықтап осылай келгендеріңізге көп рахмет. Бізден кеткен артық та кемде болса да, қателік болса сіздер кешіріңіздер. Тек қана ақ баталарыңызды бергендеріңізге көп рахмет. Алланың нұры жаусын баршаңызға. Береке бірлік ынтымақтан айырмасын. Тойдан тойға жетейік. Алғы сөзге кетеймін, өзі құл олжып бар едім, өзі жалғасты сөзге. Қайырлы күн баршаңызға. Алдарыңыздан шығып біріңізге амандасып, біріңізге амандаспай жатқан болуы мүмкін. Айбеттеңіздер, бәріңізге сәлемді бердім. Қайын жұртыма біразын сәлем беріп, біразын сәлем бермеймін. Сәлем бердім, қалаларыңызға. Айбеттеңіздер, азы кепті кемшіліктеріңіз болып жатса, оны да кешіріңіздер. Мына өзім өз жұртым ойлап атқан шығар, төргіліне алтын тағы батыр, бұл не салып деп. Енді әр ердің салты басқа, иттері қара басқа дейді ғой. Үлкендерден сұрап жүріп, осындай нағашылары Демекеннің бесігін әкелмекші екен. Не істеуім керек, қандай жоралғылар бар деп әркімнен сұрап, үлкендерден кеңес сұрап жасаған жоралғымыз еді. Нағашыларына, жеңгесіне, нағашы апасына, шөбересіне таққаны болсын деп, үлкен әжесіне тағып жатқанымыз сол. Ол не еді, бұл не еді деп түсінбей қалмаңыздар. Сіз біз бір-бірімізді түсінбей қалмайық деп айтып жатқаным ғой. Жалпы осындай үлкен қуанышымыз, енді біздің отбасылық, кішкентай ғана отбасылық мерекеміз, кішкентай ғана қуанышымызды үлкен қылып келіп қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңызға рахмет. Демекеннің дүниеге келгеннен бастап енді не істейміз? Үйленгенде де карантин болды, мына жағдайда карантин, үй алғанда да карантин, қалай болады деп біраз қобалжығанымыз рас. Сонда азаматым тұрып айтты, жоқ болмайды, бірін шақырып, бірін шақыра алмадық. Енді кішігірім болса да той берейік, той болмаса да жиын берейік. Үлкендердің басын қосып батасын алайық деді. Жаңа өзі айтып жатыр, әуелі Алла, екінші сіздердің арқаларыңыз деп. Мен айтам, менің азаматымның арқасы, азаматымның табысы, азаматымның арқасы. Осы кісі болмаса, мен сіздердің бастарыңызды дәл осылай қосып, дәл осылай қуанышымды бөлісе алмас едім. Ал Ботақан не керек, бәрін айтып, өзім жасайым деп, мына 40-дан шыққанымыз кеше үйде отырдым, бәрін өзі жасады, өзі жүгірді, қалжасына дейін өзі жасады. Осындай азаматым барына шүкір. Осындай азамат тәрбиелеп берген сіздерге рахмет. Сіздерге келін болғаныма, осындай жұртқа келін болып қызмет етіп жүргеніме өте қуаныштымын. Той жиындарда кездесе берейік, қызмет ете берейік. Мен нағашыларыма, мамамның құрбыларына, осы анашымның еркелігін көтеріп, барлық әрекетін қолдап, не жасаса да дұрыс деп қолдауын білдіріп отырған бауырларына, сонау алыстан ат сүйретіп келіп отырған құрбыларына жеке-жеке алғыс білдіргім келеді. Қасекеңнің достарына, досымыз той жасап жатыр деп бір көтеріп келіп шулдатып жатқанына көп рахмет айтамын. Ең ерекше рахметім өзімнің әріптестеріме. Әрине, кеше ғана декретке кетті, бізде қазір жұмыс істемейді демей, сыйлап, сіз біздімізді арттырып, осындай сіздердің алдарыңызда менің абыройымды арттырып жатқан үшін әріптестеріме ерекше алғыс білдіремін. Осындай той баршаңызға жұғысты болсын. Әрбір шаңырақта сәбидің үні шыға берсін. Сәбидің күлкісі, сәбидің жылағаны шын бақыт екен сезініп, сіздермен бөліскіміз келді, және сіздерге жұғысты болсын деп, тойдың басы болсын деп бастарыңызды қосып отырмыз. Баршаңызға алғыс айтамыз. Онда көп рахмет келген қадамдарыңызға. Енді міне өздеріңізбен танымайтындармен таныстым, білмейтінмен білістім. Жылқы кісінескенше, адам түсініскенше дейді. Сіздерді білмей кеткен жерлерім болса, танымай жатқан жерім болса, кешіріңіздер. Ағаяға өзіңіз жақсы түсіндіріңіз. Міне мен осындай Қауашбектің Нұрахман деген баласының кенже баласы боламын. Былайша айтқанда Қауашбек атамның қара шаңырағының иесі мен болам, апа. Жақсы, рахмет келгеніңізге. Көп рахмет. Ақ батаңызды бергеніңізге рахмет. Осындай қуанышқа келгендеріңізге рахмет. Көңіл күйім тербеніп, қуаныштан жас кеп тұр. Сіздерге көп рахмет. Менің қайын жұртыма көп рахмет. Қайын жұртыма. Қазақ айта деген ғой. Қатын алма, қайын ал деп. Қайындарым жақсы, Аллаға шүкір. Осы кісілердің арқасы.
ұжымдары осылай келіншегімді сыйлап, құрметтеп, абыройын асқақтатып, бір мәрте аспанға 5 рет көтерді десе де болады деймін. Қалды міне достарыма да рахмет көп. Мына қуаныштан өзім тебеленіп, өзім ұстай алмаймын. Жалпы барлықтарыңызға көп рахмет. Осы қуанышта соңғы бір би болсын. Антыракты ма? Жоқ, не айтып кеттіңіздер, әмбебет бастандыр ғой екеуін. Жоқ, кім мас, кім соқ, басына жіберді да. Анау шықты, құдайым ау, бану сарымы шығым ау деп. Мынау шықтым жатыр, мозанды көрмедің ба деп. Жақсы Қазеке, әрине, той жасап екінің бірінің қолынан келе бермейді. Жас болып тұрып бұлай дастархан жаю әркімнің қолынан келе бермейді. Ол өмірдің өзі сонда өткеді ғой. Қазақ айтады ғой, тойменен арайлаған ақтанымыз, жолымен алтын шапан жапқанымыз, ат мінгізіп көлік беріп жатқаным жоқ, шашу болсын 4 жұмақ тақпағымыз, жайнасыншы отбасы бақтарыңыз, ошақ қасы осы үйден мақтабыңыз, келгенде сары алтындай сап-сары күз, дүркіретіп той жасап жатқаныңыз, ол сіздің Дінмұхаммед балаңыз бақытты өзіңнің байқамай, байып бара жатқаныңыз. Әрқашан биіктерден көрініңіз, қуанышқа толы болсын өміріңіз, бүгін қандай красавчик жан болсаңыз, мәңгі сондай беделді көрініңіз. Жақсы, көп рахмет. Жасаған қуанышым бірінші Құдайға жақсын, екінші сіздердің ризалықтарыңызды алған болайын. Үшіншіден, істеген іс-әрекетімнің баршасы қате кемшілігін бір Алла кешіріп, жақсылықтан жердің астында жатқан әке шешемнің қуаныш ретінде, нұр ретінде жеткізуін бір Алладан ғана сұраймын, сіздерден бата сұраймын. Тілектес болыңыздар, әрдайым дұғада болыңыздар, тек қана өтініш сол. Рахмет, иге шығыңыздар. Ал енді ардақты ағайын, музыкамен көргім деген шырайлышым билет саясыр ашшы, ғазизларыңыз. Камерамен түсіріп көшпендер фильміңіз соңғы жақсы аяқтаған Аязбаев Дәурен. Ана тілін қызмет атқаратын газетінің бас мықты маманы суретке түсіріп атқан, бізді моншаға түсіріп атқан Азамат бауырым, Алла разы болсын. Осы тойға мені шақырып алдырған Азамат саған Алла разы болсын. Бала-шағаның несібесі көп болсын. Сіздермен болған мен, Бөке Қабдыл Тілек, арнайы жетігі Николай Кешенов, КТК сау болыңыздар. Мен сіздерге керек болып жасасам, звонда Қасекеден телефонды тауып алыңыздар. Қарасай аудан Тұрар ауылы, кіребесте 10 жақтақ төсек берекі. Аман болайық ағайын. Бата сұрайын. Бата. Аталардың біреуінен бата сұрайық. Бісмиллахиррахманиррахим. Батамен бастап, батамен аяқтады. Қай ата біледі екен? Тақиясы бар атам. Жаным атам. Олай бұласыздар, батаға келе сен айт, мен айтты, ұрысып қалады деді. Болды, біледі, ұрысып қалды. Ya Құдай оңдасын, жамандық оңдасын, бақтарына байлық берсін, дендеріне саулық берсін, шеніміздің жасы ұзақ болсын, ақшаға сарт слез болсын, алды болсын, Аллаху акбар. Қатайымшы қоса кешіріп қойасыздар, елдің асқандар қайта өсініп қояды музыканы. Көресіздер ғой, аман болыңыздар.